барлық әлем прикольшін сәлем, видеоблогер болуға қазір айтып берем. YouTube статикасы бойынша, чтобы жаңа зрительдерді өзіңе тартып алу үшін 10 секунд қажет дейді. Қазір осы 10 секунд ішінде где-то 60%-дан кетіп қалды басқа видео қарауға. Значит, дәл қазір осы видеоны менің зрительдерім қарап отыр. Менің бұрыннан бері келе жатқан зрительдерім. Барлық әлем прикольчиктен сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін мен деген өзімнің ескі бұрынғы заманда қалып қойған фотоларды қазір қарайтын боламыз, сендермен бөлісетін боламын өзімнің фотоларыммен. Ең алдымен осы видео басталмаса бұрын сендерден сұрайтын достар, давайте бес-бестен комментарий жіберейік астына қарай. Бес-бестен комментарий. Любой комментарий болады. Маған тіркеліш, анау мынау дегенде бәрібір маған негізі жаза беріңдер. Сол кезде менен басқа адам болмайтын шығар. Және де лайк басыңыздар. И астында қызыл деген подписаться деген кнопка тұр ғой. Егер серый болса красавчик, егер қызыл болып тұрса, серый қылып жіберіңдер, колокольчикті басып жіберіңдер. Егер колокольчикті бассаңдар, менің видеоларымды жібере алмайтын боласыңдар. Ал ендеше кеттік ал. Так, достар, осы ескі фотодан бастайық. Ең алдымен мен YouTube-ты бастап жатқан кездерім, точнее, қалай, где-то 400-200 подписчигім бар кезім мынау менің. Осы кезде мен енді скетчтер темасын бастадым. Бұл кезде жаңа жыл, но мен және де Санчо мына кезде енді кішкене настроениесі болмаған. Сондықтан да екеуміз түскенбіз осы фотоға. Ал егер шынына келетін болсақ, достар, мен осы кезде мен өзіммен ВК-ма фото жібергім келді. Аватарка өзгерткім келді, сол кезде осы фотоны қойдым. Тұрды қараш, бітті қараш, құтты болған сияқтар. Айта құтты болған ол кезде. Окей, міне, осы жерде жаңа жылдық көңіл күй бар менде. И то сол кезде мен деген бір скетч түсіргем, один дома деген, бірақ қазақша түрі. Бірақ ол скетч өзім-өзі кетіп қалды, бір жаққа вообще жоқ болып кетті ютубтан. Содан барып шым кетті бар ғой, ё-моё. Келесі фото. О, shit, что за мачо? Что за киім, что за прикид, ё-моё, осы қыздар былай шығыңдар, қазір тауып қаласыңдар сендер осыны көріп. Самноды ер қыз бар шығар, қыздар осымен жүру сендерге шанс жоқ, кәдімгідей бар ғой, админ чысыға тықш мені деңдер болды. Бұл фотоны мен деген өзімнің бұрынғы телефонымен түсірдім. Samsung Galaxy J1 Mini. Я білем, фиговый телефон, бірақ білмеймін, нормально сияқты. Ілгегін қара, сағатын қара, бұл сағатты маған деген бір қыз берген, Дида деген класстас қызым. Класстас қыз, короче, бұрынғы. Ойламаңдар енді, смарт часы емес, ол кәдімгі сағат көрсететін адам, сағат көрсететін сағат қой, уақытты көрсететін сағат қой. Я сондай мода еді ол кезде. Кайф, рахмет. Ал достар, сендердің алдарыңда Мистер Прикольчик арнасының ең алғашқы аватаркасы. Ең алғашқы аватаркасы. Мен ол кезде кішкентаймын, 10 жастамын мына кезде. Мына кезде мен 10 жастамын. Апама айтып едім, мені түсіріңізші фотоға деп. Бүйтіп түсіп қойып фотошопта қараңдар. Ол кезде Pixar деген зат жоқ, ол самсунгский кәдімгі өзінің стикерлері бар. Не ғой мынау? Маған қара, ауызда тұрмын мен, мұрт тағып алдым, очки алдым. Негізі бар ғой, мен сондай кездерді сағындым, шындай айтайын. Балық шақтар кезде ғой, эмоция кәдімгі көп толып тұрады ол кезде. Канал ашқанда сразу қойдым осы фотоны, Мистер Прикольчик. Неге прикольчик деп жаздым мен? Өзімде түсіп едім. Өйткені айтайсыңдар, мен приколды айтып білмейтінмін ол кезде. Қазір да айтып білмеймін, бірақ барлығы мені мазақтап, тек приколым өтпейді ғой деп. Я докажу вам, короче дедім. Докажу вам, Мистер Прикольчик канал ашсын, Ивангай Браймапстан деп заттарға қойып алғанмын ғой мен ол кезде. Ол кезде осы видео түсірдім, сондықтан да бұрынғы видеолар тауып алмайсыңдар. Осы аватарканы салдым. Келесі бізде ол міне мынандай кішкентай нұрболат, қандай нұрболат. Олда да ол кезде жаңа жыл елканың алдына түскенбіз. Есімде жоқ менің. Конечно, есімде жоқ, кішкентаймын ол кезде. Маған қараңдар, ол кезде күліп тұрмын ба, жылап тұрмын ба, фиг пойми негізі. Ата-анам мынау менің апам. Так, осы жерде мен не айтамын, мен есімде жоқ болған, эмоцияны айта алмаймын осы кездегі. Вроде бы мен қысты жақтыртпаймын ол кезде, или жақтыртам ба. Білмеймін, мен кішкентайымда қысты жақтыртпаған, фотоға түсуді жақтыртпаған, жылайтын фотоға түспей қойшы деп. Но осы кезде жаңа жыл, бірақ мен осы кезде мен кішкентайлауымын. Кішкене. Примерно 3 айлықпын ба? Неше айлықпын мен мияқта? Вот, короче, біз Аяз атаның қасына түскенбіз. Короче, міне біз осы жерде Аяз ата алдында түскенбіз, короче. Маған қараңдар. Томпақ болдым мен кішкентай кезімде. Мына кезде кішкентаймын, томпақпын. Ол кезде де есімде жоқ. Білесіңдер өздерің. Вот это уже подрос Нұрболат та, короче. Осы жерде уже өскен Нұрболат, кәдімгідей. Бұл менің алғашқы тойға барған кезім, алғаш рет тойға барған кезім. Примерно мен мияқта 5-6 жаста шығармын, или 7. Фиг пойми. Короче, бардым, түстім.
тілек айттым, мына челканы қараңдар, прическаны көрдіңдер ма? Ондай сендерде бар ма? Бар болса комментарияға плюс деп қойыңдаршы, ешкімге жоқ шығар яғни. Ал осы жерде Даниял деген ініммен мен деген просто телевизор қарап жатты. Даниял деген ол кезде Лего деген нені жақсы көреді, ойыншықты в принципе біз ойнағанбыз көбірек. И футболкаға қараңдар достар, футболка, тачки деген футболка. Әбетпеңіздер шумға. Настроение жоқ деймін өзімнің, мен ұйқыдан вроде енді тұрып отырмын ол кезде. Суретке мені түсірген апам. Ал достар, сендердің алдарыңда легендарная фотка менің. Бұл менің 16 жаста деген альбомымның обложкасындағы фото. Кожаный курткада мынандай кепканы осылай киіп алған. Өйткені хип-хоп стайл ол кезде развиваться етті. Қазір что-то мусорда ол. Кожаный куртка, какой я модник болдым, кәдімгідей. Жынды, ё-моё, как будто мен емес сияқтымын бар ол, бірақ менмін ғой. Келесі фото бізде ол менің әжем, менің анам, және де мен күліп тұрмын мына жақта. Прикиньте достар, менің күлкім бұрын әдемі болған екен ғой. Мына жерде мен 3 айлықпын. Ё-моё, өз-өзіме няшка болып отырмын ғой мен. Кайф екенмін ғой мен кәдімгідей бар. Жақсы, енді жерге түсейін енді кішкене. Мына жерде мені қалай гүлдеткен екен деп ойлап отырмын. Қалай гүлдеткен шынымен де менің аңғар кәдімгі әдемі болып кетті да кадр кәдімгі. Келесі фото бізде ол нағашы әжем және де анам. Мына жерде мен уже 4 айлықпын. 4 айлықпын. Түрді қарай айтып отырмын ғой, мен бұрында семіз болдым деп. Кішкентай кезімде семіз болдым. Ё-майо, менің бейтім. Мынау қара зат не екен десеңдер, мынау короче, мен оны неде түсіргенмін. Короче, ол шын өмірде болған жоқ ондай зат менде. Осылай достар, мен деген осындай адам болған, мен бұрында енді менің бұрынғы фотоларым көрдіңдер. Ал осы фотоларды бітірсек, менде еще видеолар бар ескі. Егер соларды көргілеріңіз келсе, менің реакцияларымды көргіңіз келсе, ескі видеоларға бұрынғы вообще. Онда білесіңдер не істеу керек екен. Давайте осы видеоның астына 5000 лайк жинап тастайық. Сол кезде мен өзімнің бұрынғы ескі видеоларыма реакция жасаймын. Давайте, пока-пока, чао. Сендермен болған мен, мистер Пикончик, пока-пока, чао.